энергетикамыз ол магнит болып табылады. Яғни біздің ішкі күйіміз қандай, соған тиісінше біз өзіміздің өмірімізді сүреміз. Яғни біз соған қарай ақшаның мүмкіндіктерін шақырамыз, үй алу немесе өмірімізде болатын кикілжіңдер немесе өмірімізде болатын молшылықтарды барлығын біз осы энергетикаларымызбен тартады екенбіз. Яғни бұл тек қана ақша ғана емес, құрметті ханымдар. Рахмет, мына жақта Мөлдір ханым жазды. Былайша қараған кезде ақша ол ақша деп жаңағыдай тиын немесе қағаз сияқты қылып қараймыз, бірақ ол жерде қараңыздар, бұл жерде ақшадан да терең нәрселер жатыр. Ақшадан да терең нәрселер жатыр. Мына слайдымды қосып қояйын сіздерге. Ақшадан да терең байланыстар жатыр. Яғни бұл жерде біздің поток состояниеміз, біздің энергетикамыз, біздің күйіміз, яғни біздің күйіміз, состояниеміз қандай болады? Егер де молшылықта алғыс состояниясінде махаббат көбірек болатын болса, және де жертва емес, өмірімізге риза болады ғой. Сіздер қазір өздеріңізбен айналысып, шүкір, уже жертва күйден шықтыңыздар. Таңертең ерте тұрып, жаңа әдеттерді қалыптастырып, сіздердің энергетикаларыңыз уже марафонға дейін және кейін әлде қайда жоғары. Әсіресе мынау соңына дейін жіберген ханымдарда. Бүгін отчет жіберіп жатқан кісілер, финишқа жеткен кісілер, мен сіздерді құттықтаймын. Сіздердің энергетикаларыңыз қазір өте жоғарғы деңгейде тұр. Яғни міне осындай жоғарғы деңгейде тұрған адамдар, олардың бойында біреуге көре алмаушылық, жек көру, біреудің өміріне қызығып, оны өзімен салыстыру немесе жертва күйінде болу ол кісілерде жоқ. Потому что олар уже өздеріне өзі қызық болғаннан кейін уақыттарын қимайды. Лучше салауатымды айтайын, лучше таңғы жаттығуымды жасайын, лучше марафондағы әдеттерімді жасайын деп, яғни сіздер уже оның құндылығын көргеннен кейін, өміріңізде, жүрегіңізде өзгерістер болғаннан кейін сіз уже қимайсыз, Яғни осындай күйдегі адамдарда мысалы ақшаны тарту поток состояниясы жоғарғы деңгейде болады екен. Ал егер де кім қорқыныш немесе жетіспеушілік или же ренжіп, мынау маған 40 жыл бұрын былай айтқан еді, мына жерде менде ақша болмай қалды, әлі жоқ, сол кезде мен былай айтуым керек еді деп кім жертва рөлінде жүр, өкінішке орай сол жерде қалады екен. Мысалы, кейбір әйелдер бар, азаннан кешке дейін жұмыс жасайды, күн суық демей, күн демей, түн демей жұмыс жасайды, бірақ қолында ақша тұрмайды. Қолына ақша түсті, тағы бір счет келіп тұрады, соны төлеп жібереді деген сияқты. Бұл жерде қараңыздар, ключевой моменттердің бірі ол әрекетте емес, сіздің ішкі энергияңызда жатыр. Яғни ішкі энергияларыңыз қандай, не деп сөйлеп тұр ақшаға қатысты? Маған ақша жетпейді, мен лайықты емеспін, маған ақша қалай келсе солай тез кетеді деген сияқты. Яғни сіздердің өздеріңіздің осындай нехватка энергия ойларыңызбен, сөздеріңізбен міне қанша көп әрекет жасасаңыздар да осы ойларыңызбен олардың барлығын нөлге теңестіріп тастайсыздар. Мысалы, менде қарызды молшылыққа сабағы бар, сонда қыздар көбісі ойлайды, біз қарызды жабу үшін азаннан кешке дейін жұмыс жасауымыз керек, көп жұмыс жасайтын болсақ, тезірек қарызымызды жабамыз деп. Өкінішке орай, өмірлік тәжірибе оны көрсетпейді, наоборот оған қарсы көрсетеді. Яғни сен көбірек жұмыс жасап жатсың, бірақ анау кредиттің азаятын түрі жоқ. Наоборот, ақша жетпей, оның қосылғанның үстіне қосылып жатады, Яғни бұл жерде біз уже кішкене тоқтап ойлануымыз керек болады. Неге бұл сценарий қайталанып жатыр? Неге мен қарыздан шыға алмай жатырмын? Вроде мен көп жұмыс жасап жатырмын ғой деген сияқты. Олар кінәні өзінен іздейді дағыны, ойына қарамайды, ойын өзгерткісі келмейді. Олар так, менің мына тауып жатқан табысым аз, мен одан да көбірек жұмыс жасайын деп өзін вообще ат қылып жібереді ғой. Не дейміз ғой, как белка в колесе дейміз ғой, ол 8 сағат жұмыс жасайтын болса, так мен тағы да қосымша жұмыс жасауым керек деп 4 сағат тағы бір жерден жұмыс тауып алады. Или же инстаграмда онлайн жұмыс деген сияқты, Бұл жерде қараңыздар, тоже проблема бұл жерде ойда болып табылады. Мысалы, мен өзімде де 21-ші жылы 3 миллион қарызда болдым. Оны сіздер сияқты азаннан кешке дейін жұмыс жасап, бала шағам кішкентайым, ол кезде енді ғана туылған, соған қарамай еңбектеніп, таңғы сағат 6-ға дейін сабақ жасатын мен сол кезде. Еще күні бойы оның отработкасы бар. Солай енді страшно пахата болды. Сөйтіп жүріп, ол қарызды жаптым. Бір жыл пока менде тишина болды, бір жылдан кейін қайтадан 3 миллион қарызға кіріп кетемін ғой. Сосын мен ойлана бастадым, саған Аллахым, мен алдындағыдай жұмыс жасағым келмейді. Бұл жерде басқаша бір шығатын жол бар ғой. Бұл бір сабақ, егер де қайтып айналып келе жатса, ол жерден біз бір түйінді алуымыз керек та. Так, мен алдыңғы жолы сабағымды алмаған сияқтымын. Ол жерде мен только жаңағыдай еңбекпен шығып кеттім.
Алланың несімен, Алланың қалауымен. Бұл жолы мен басқаша жолды таңдаймын. Аллахым, бұл жерде проблема менің миымда болса, давай мен жұмыс емес, лучше миыммен жұмыс жасайыншы, зато келесі жолы все, мен қарызға кіргім келмейді деп өзімен жұмыстана бастадым. И қарызға кірген жаңағыдай себептермен уже неше түрлі коучтар, қымбат білімдерді ала бастадым. Соның нәтижесінде миымдағы утечканы табам ғой. Не үшін мен қарызға кірген себебімді анықтаймын. Оны айтсам енді ол өте күлкілі, қарапайым нәрсе. Яғни мен ішімде жаңағыдай өзіме қарыз болған белгілі бір жерлерде, и сол ішімдегі дефицит алғандағы сыртқа ол қарыз деңгейінде шығып кеткен. Ол мысалы бір-екеуін айтайын сіздерге. Мысалы ол ментальный долг болуы мүмкін, яғни сіз істеймін деп кейінге қалдырып жүрген істеріңіз болуы мүмкін, немесе біреуге уәде беріп орындалмай қалған уәделеріңіз болуы мүмкін. Яғни олардың барлығы сіздің миыңызда қарыз болып тұр ғой. Олардың барлығы жинақталып қарап тұрсаңыз, сыртқы өмірге ол қарыз болып келіп жатыр да. И сыртқы өмірде қарыз болып келген кезде сен екі есе қиналасың, оған күшің кетеді, стресс боласың, уайым боласың деген сияқты. Лучше осындай өздеріңізбен бір жұмыс жасап, қарыз не үшін қарызда жүрсіздер, соның себебін анықтап алсаңыздар, и уже қарызға қайта кіре бермейсіздер, уже точкасын қойып тастайсыздар. Содан кейін менде уже шүкір тынышталды. И қазір вот қарыздан молшылыққа қыздар менде топтыққа да келіп жатыр, жекеге де келіп жатыр. Жекеде қыздармен мен жеке разбормен жұмыс жасап, олармен жаңағыдай себептерін анықтап жатырмыз, и себептерін білген кезде күлкім келеді дейді. Ішімнен жылағым да келіп тұр, өзіме жаным ашып тұр дейді. Мен сонда қарызға сондай бейім болғам. Вообще проблема ол жақта емес, проблема менің ішімде екен ғой депші. Сол үшін құрметті ханымдар, өздеріңізбен жұмыс жасауға және де өздеріңіздің ойларыңызбен жұмыс жасауға ешқашанда қашпаңыздар. Лучше бір рет жаңағыдай мидағы блокты шешіп тастаңыз, и одан кейін ол уже легче болады. Өзіңізбен жұмыс жасай бересіз деген сияқты. Тура осы жерде мысалы көп әйел жаңағыдай жұмыс жасайды, бірақ қолында ақша тұрақтамайды, яғни оның ішкі энергетикасында осындай маған жетпейді, мен де үнемі қарызға кетіп қалады, ақша табамын, бірақ қарызды жабумен жүрмін, табыс тауып жатырмын, бірақ қарызым азаймайды деген осындай ойлармен сіздер қанша әрекет жасасаңыз да, бірақ оны нөлге теңеп тастайды екенсіздер. Сол себепті құрметті ханымдар, өздеріңізді аяңыздаршы. Әрекет етіп жатырсыз ба, значит соған тиісінше өздеріңіздің ойларыңызды да сөздеріңізді де реттеп отыруларыңыз керек болады. Енді әйел мен ақша арасындағы энергетикалық байланыс ол қандай? Қазір мен сіздерге 3 түрін көрсететін боламын. Ең бірінші ол ақша ердің энергетикасы сияқты, яғни соған ұқсайды. Мысалы, ер адам қандай? Ер адам ол тұрақтылықты жақсы көреді, ол қорғаныс әйел адамдарға. Және де ер адамымыз болса, біз өзімізді сенімді сезінеміз, и ақша да сондай екен. Яғни ақшамыз бізде болатын болса, бізде уже өмірімізде тұрақты болады. Анда секіріп, мында секіріп жүрмейді екенбіз, тұрақталамыз өмірімізде. Біз өзімізді сенімді сезінеміз. Менің ақшам бар, кімге әрқалай, біреуіңізге 500 мың жетеді, біреуіңізге миллион, біреуіңіз қалтаңызда 5 миллион болса, өзіңізді сенімді сезінесіз деген сияқты. Яғни бізде қалтамыз ақша болған кезде біз өзімізді сенімді сезінеміз, және де қорғанымыз бар сияқты сезінеміз, мына жақта подушкамыз бар. Бірнәрсе болып қалса, или же срочно ақша керек болып қалатын болса, біз іздеп кетпейміз, жан-жаққа жүгіріп, біздің қалтамызда ақшамыз бар, и біз өзімізді сенімді сезінеміз. И бұл жерде қараңыздар, әйел осы ішкі сенімі арқылы, тыныштығы арқылы, және де ең бастысы өзін қабылдау арқылы осындай сезімдер болған кезде оған ақша ағыны да ашылады екен. Яғни денежный поток дейміз ғой мұны, денежный поток оған ашылады екен. Потому что екеуінің энергетикасы бір-біріне пара-пар. Қазір бұны мен еще глубже түсіндіретін боламын. Яғни түсіндіңіздер ғой, егер де әйел адам сенімді болатын болса, тыныш күйінде, тыныш деген күйді де мен сіздерге уже 21 күн бойы талдап бердім ғой, и эфирде де, и телеграм каналда да, не айтып жатқанымды түсініп жатырсыздар ғой. Егер де түсінбеген болсаңыздар, алдындағы эфирлерді көріп шығыңыздар. Тыныш әйел, ең мықты әйел дегенде эфир өткізген болатым алдында. Яғни сіздің жүрегіңіз тыныш болатын болса, және де өзіңізді қалай бар солай қабылдау состояниесінде болатын болсаңыздар, онда ақша да сізге қарай уже ағын күйінде болады. Яғни ақша сізге ағып келе бастайды. Енді дальше кетейік, осыдан плавно өтіп кетейікші. Әйелдің күйі дейді, әйелдің күйі ол ақша потогының айнасы дейді. Яғни жаңағы айтып жатқан мен сіздерге әйелдің ішіндегі, мысалы, әйел егер шаршаған болатын болса, ренжіген болатын болса, біреуге ашулы болатын болса, оның энергиясы жабылады. Яғни бізде мына жерде блок болып тұрады.
блок болып тұрады. И әйелдің состояниесі блок болып тұрса не болады? Ақша ағыны да блок болады. Міне, мынау блок и ақша ағыны тоже блок. Вот, бір-біріне айна. Көрдіңіздер ма? Яғни бұл жерде сыртқы жауды сырттан іздеудің қажеті жоқ. Сұрақты тоже жауабын сырттан іздеудің қажеті жоқ. Оның барлығы біздің ішімізде тұр. Ал енді қараңыздар, әйелдің күйі жаңағыдай ризашылық состояниесінде, неге мен сіздерге таңғы марафонда жұмыс дәптерін беріп қолдарыңызға, алғысты, шүкіршілікті жазыңыздар деп шегелеп отырдым. Яғни сіздер шүкіршілік жазған сайын, сіздердің бойларыңызда ризашылық состояниесі көбейіп отырды, алғыс, благодарность деген сияқты. Одан кейін әйелдің состояниесі жеңіл болатын болса, әйелдің ішінде махаббат көп болатын болса, онда ақша емін еркін келеді екен. Ақша емін еркін келеді екен. Мысалы, жаңағыдай таңғы марафонға келген кезде қыздар просто біз ерте тұрып үйренгіміз келеді, дисциплинамызды реттегіміз келеді деп келеді дағыны, бірақ байқайтын болсаңыздар, қыздар чатқа нәтижелермен бөлісіп жатыр. Менің табысым артты, менің заказым көбейді деп, мына жерде Чарос ханымда бар ғой, Чарос ханымда тоже алдында жазғанын көрдім, менің заказдарым көбейді деп жазып жатыр, Неге көбейді? Неге көбейді? Оның жауабы яғни осындай екен. Егер де сіздер осындай благодарный состояниеде жеңіл bod, өзіңіздің жасап жатқан ісіңізден кайфовать етіп, ішіңізде махаббат көп болатын болса, міне, ақша сізге де емін еркін келетін болады. Яғни ол бір-бірін зеркалить етеді екен. Мен қатысқам таңғы марафонға дейді. Қай марафонға қатысқаныңызды білмедім, бізде әр марафонда әртүрлі бағдарлама ғой. Яғни түсіндіңіздер деп ойлаймын, яғни әйелдің состояниесі ол ақша ағынының айнасы болып табылады екен. Енді әйелдің ақшаға деген көзқарасы ол өкінішке орай бала кездегі сенімдерден басталады екен. Біздің бойымыздағы сенім установкалардың барлығын біз өзіміз ойдан тауып алған жоқпыз, оның барлығымыз кішкентай кезімізден жаңағыдай жан-жақтан естіген сөздеріміз арқылы қалыптасты. Состояние күшті плюсқа ауысады дейді, сізге қатысқам қарыздан шығу туралы дейді. Міне, сіздерге жазып бөлісіп жатыр. Яғни состоянияның таңғы марафонға қатысу арқылы, өзіммен жұмыс жасау арқылы қалай өзгергенін. Шолпан ханым да жазып жатыр, міне мен қарыздан молшылыққа қатысқам деп. Жалпы менде қыздарда таңғы марафон бола ма, келесі таңғы марафонға дейін ортада бізде передышка болады, перерыв болады. Қыздар өздерімен өздері жаңағыдай әдетті ары қарай алып кетсін деген сияқты. Бірақ бұл қыздар пысық қой, тоқтағысы келмейді. Ары қарай қарыздан молшылыққа қатысып, уже өздерінің ақша жағымен жұмыс жасап, қарыздан шығуға әрекет жасайды. Бұл да жақсы деп ойлаймын. Мына жақтан дисциплинаны реттесеңіздер, ал мына жақтан уже ақшаны реттейсіздер. Енді тақырыпқа оралайық. Яғни әйелдің, яғни сіздердің ішіңіздегі установкалардың барлығы ол кішкентай кезіңізден естіген дауыстар екен. Ол көршіңіздің айтуы, ол ата-анаңыздың, ол әпкеңіздің, ол ағаңыздың сізге кезінде айтқан сөздері сіздің санаңызда қалып кеткен. Может, ол сізге емес, просто между собой сөйлесіп жатты, сіз оны естіп қалдыңыз. Мысалы, ақша табу қиын. Ақша табу үшін қара тер көк тер болып жұмыс жасау керек. Сол кезде ғана ақша келеді. Егер де сізде сондай установка болатын болса, значит сіз ақшаны қиын жолмен келеді деп миыңызда тұр, и сізге ақша солай қиналып келеді. Түсейін деп тұрған ақша түспей қалып, или же бастығыңыз ақшаны әні берем, міні берем деп әйтеуір жүгіртіп жүріп береді деген сияқты, немесе ақшаны ер адам табу керек деп қойған, ер адам тапқан ақшада береке бар деп жатады. Ол да енді нақыл сөз ғой, оның да бір жағымен келісуге болатын шығар, бірақ әйел адамдары именно осы сөзді қолдана отырып, өздерінің тауып жатқан табыстарын құнсыздандырып жібереді. Яғни күйеуімнің тапқаны берекелі де, а менікі берекесіз деп. Жоқ, ханымдар, олай өздеріңізді құнсыздандырмаңыздар. В какой-то мере ер адамның табысында береке бар шығар, но сіздікінде де бар, егер де сіз оны дұрыс жұмсайтын болсаңыз. Сіз өзіңіздің еңбегіңізді олай құнсыздандыруға болмайды. Немесе ақша қолдың кірі деп. Потому что айтады ғой, ақша ұстадың ба, қолыңды жу деп. Значит, ақша қолдың кірі деп, яғни біздің миымызда қалып кеткен. Енді осы жерде кімде осындай установкалар бар, жаза кетіңіздерші. Мына жерде қыздар күшті пікірлермен бөлісіп жатыр екен.
қарыздан молшылыққа қатысу арқылы осы марафонға кірдім дейді. А бұл кісінің состояниесінде, бұл кісінің жағдайында наоборот болған екен. Яғни қарыздан молшылыққа келді, и сол жерде марафонға. Ну, күшті зато ана жақтан ақшаны, мына жақтан уже таңертең ерте тұрып, иманыңызды күшейтіп, дисциплинаңызды қалыптастырдыңыз. Енді осыдан тоқтамаңыз. Біраз қарыздан құтылғам дейді, еще миды қозғаған информация болды. Қарызды неге алдыңыз, қарызға рахмет айтыңыз, риза болыңыз дегенде вообще бомба. Сонда сол қарызды бергеніне де шүкір демегенбіз ғой дейді. Я, дұрыс айтасыздар. Жалпы қарызда молшылыққа келген кезде көбісі қарызды жек көріп, туымна қарыз өмірден кетсе екен деп келеді дағыны, бірақ өзімен жұмыс жасау арқылы қарызына рахмет айтып шығады. Потому что ол қарыздың да сіздерге беріп жатқан выгодалары болады. Яғни рахмет саған қарызым деп. Өз жұмысымды ретке қойдым дейді, онлайннан офлайнға шықтым дейді, бөлісуге уақытым болмай жүрген дейді. Рахмет, қазір өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп эфирде жазып жатқаныңызға. Қазір хаттарыңызды оқимын. Көп ақша табу үшін көп жұмыс жасау керек деп ойлайтынмын дейді Гүлназира ханым. Я, ол прям 80% адамдарда кездесетін пікір. Ханымдар, тағы кімде қандай установкаларыңыз бар? Давайте жазыңыздар. Бар ғой енді. Ішіңізде сайрап тұр ғой, сіз просто жазуға ерініп отырсыз ғой. Эфирге қатысып отырсыздар, алу беру заңдылығын сақтанайық. Қазір кішкене деген уже аяқтаймыз. Элементарно сол қарыз болмаса, қазіргідей жұмыс істемес едім ғой. Сізге рахмет дейді. Әркімді бір оқып, сонда кімді тыңдарды білмей жүргем дейді. Рахмет. Өзіңіз жаңағыдай білім алып, оны практикада қолданып, және де нәтижеңізбен бөлісіп жатқаныңызға дұрыс айтасыз. Қазір көптеген адамдар, эксперттер көбейіп кетті, бірақ оның ішіне именно практиктер аз. Өздері бір курс оқып алаттағыны, сол курстың одан нәтиже шығарды ма, шығармады ма, екінші вопроста. Главное сол курстың ақшасын шығарып алайын дейді. Қалай шығарам дейді, значит ол білімді сатамын дейді. Егер де оның аудиториясы бар болатын болса, жақсы программа жасайды, сатып жібереді. Сол жерде өкінішті, өзім де қазір табыс табу жағынан жаңа саланы білім алып жатырмын. Шынымды айтсам, біраз эксперттерге солай ұрындым. Жазасын, жоқ білім. И кейін бір чаттарда, ортақ чатта уже жақын таныс болып араласып кеткеннен кейін, ой, ол кезде мен сол миллионға білім алғам, сол миллионның ақшасын шығару үшін сондай 500 мыңнан 600 мыңнан сатуға тура келді дейді да, ойлаңыздаршы. 500 мың ол 50 мың емес, ол 30 мың теңге емес. Еще мен де алған кезде сондай қымбат білімдер аламын да, и солай 500-600 мыңға қадалған кезде жестко бүйтіп жерге отырасың ғой. Сол үшін эксперттерді таңдаған кезде өте мұқият болыңыздар. Мен де вот жаңағыдай ниетім сіздерге көмектесу, жаңа өзім миссиям тапқан адаммын ғой жалпы. Әйел адамдардың көзін ашу, иманға шақыру, жаңағыдай Аллахпен байланыстыру деген сияқты. И сіздерге де қарыздан молшылыққа келсеңіздер де, немесе таңғы марафонға келсеңіздер де, лучше информация жетпей қалғаннан артығымен алып кетсінші деп артығымен беруге тырысам. Но зато міне осындай нәтижелер шығады, сондай ниетке қарай. Менде көп ақшаға қорқыныштар бар дейді. Сәлеметсіздер ме? Мен сізге біраз болды подписанамын, біраз ақпарат аламын, Алла разы болсын, бірақ таңғы марафонға қатыса алмай жүрмін деген Арда ханым, ниет етіңіз. Алдағы уақыттарда қатысасыз деген ойдамын. Күтеміз алдағы марафондарда сізді. Еще дұғада сұрағанда тек ризық бер емес, сол ризықты берекелі етіп берші деп сұрау керек екен. Қазір каждый тек жасағанда шүкір деп отырамын. Алдында мен мықтымын дейтінмін дейді. Вау, қараңыздаршы, мен уже қандай саналы өмірге өткен бұл кісі. Яғни біз ризық келсе, жаңағыдай мен таптым дейміз ғой. И осы жерден жалпамыздан түсеміз ғой. Кім тапты деп, есіңе түсірейін деп, Аллах біздің басымызға бүйтіп сынақты жібере салады. Сосын барып, все, Аллахым, сенің арқаңда таптым деп, яғни ол ризық кім беріп жатқанын есімізге түсіріп тәубе етеміз, иә. Ал уже саналы адам тұрғысында менмендік болмайды. Яғни ризық кімнен екенін білеміз, және де әр тапқан ризыққа шүкір ету, ол сіздердің берекелеріңіздің, ризықтарыңыздың артуына ең ключевой моменттердің бірі.
Поэтому прям сіздің трансформацияңызға риза болып отырмын. Кредиттен басқаны ойламай шок болып жүргем, неге алдым деп, қазір жүрегім тынышталды, бірақ Аллаға тапсыруды үйрендім дейді. Міне, қарыз-молшылыққа қатысқан кісі ғой мына кісі де, міне уже сөздері өзгерген, қараңыздар. Әйел энергиясы арқылы қалай табыс ағынын ашуға болады, немесе денежный поток дейміз ғой, өзіңіздің денежный потогыңызды қалай ашуға болады. Ең біріншісі ол ішіңіздегі сіздің благодарный дейміз ғой, или благодарности, или ризашылық, алғыс, осы вибрацияны көтеру керек болады, немесе осы вибрацияда жүру керек болады. Яғни ақша ол ризашылық состояниясын жақсы көреді. Жаңа мына жерде мен жазып жатты ғой, ақша келген сайын жаңағыдай берекелі келуін, одан кейін ақшаға шүкір ету, яғни ақша осындай, ақша келгеніне риза болған сайын ақша сізге көбірек келе бастайды екен. Яғни ол жерде қараңыздар, біз негізінен көп жерден өзіміздің аузымыздан авария боламыз да. Мысалы біз 10 000 теңге деп ожидание қойып отырамыз да, и сол жерде Аллах бізге сынақтар жібереді, мынадай 1000 теңге или же 2000 теңге, әркімнің саудасы әртүрлі ғой енді. Сондай продажалар болса, біз оған ой 1000 теңге түсті ғой, ой 2000 теңге, маған 10 000 теңге керек еді ғой деп, осылай шүкірсізденеміз да, шүкірсізденеміз. И сөйтеміз ағыны түсейін деп тұрған мысалы 10 000 теңге, 100 000 теңге, миллионның алдын жауып тастайды екенбіз. Сол үшін де қанша ақша келсе де, 100 теңге келсе де, сіз риза болуыңыз керек сол ақшаға. Ақшадан түскеннен кейінгі айтылатын дұға бар, аттахияту лиллахи ва баракатуху деген, соны жазып алсаңыздар да болады. Яғни ол ақшаның берекесімен келуіне арналған. Ақшаңыз түсті ма, сразу дұға етіп жіберіңіз, болды. Одан кейін күн сайын азғантайда болсын, осы рахмет айту, және де рахметті көбірек айту, ол ақша энергиясының көбеюіне жол ашады екен. Яғни кез келген жағдайда өзіңіздің жалбы айтасыз ба, немесе көп адамдарға рахмет айтасыз ба? Осыған өзіңізге анализ жасап көріңізші, сіздің аузыңыздан көбінесе қандай сөз шығады, нені обсуждать етесіз. Егер де сіздің аузыңыздан Инстаграмның бәрі қазіргі хит болып жатқан подкаст қату болып кетті, немесе Дагестандағы случай болып кетті, или же, яғни 2-3 әйел қосылса болды, қазір соның проблемасы талқыланып жатыр, Егер сіз соны айтып жатырсыз ба, или же Аллахым, мен бүгін ерте тұрғаныма шүкір, Аллахым, марафонның соңына дейін жетіп, өзімен мақтанғаныма шүкір деген сияқты. Яғни ол кезде уже сіздің выборыңыз болады. Егер де сіз алғыс состояниесінде болатын болсаңыз, осылайша сіз өзіңіздің ақша потогыңызды да ашып қояды екенсіз. Сонымен қатар, мен сіздерге алдыңғы эфирлерде айтқан болатым, қателеспесем. Бүгін мен не үшін қуандым деген сұрақты бердім алдыңғы эфирлерде. Бүгін соны еще түрлендіріп былай қойсаңыздар да болады. Бүгін мен не үшін ризамын, немесе бүгін мен не үшін алғыстымын деп, и астына 4-5 пункт жазып қойыңыздар. Оның өзі сіздердің сол жетістіктеріңізді көруге көмектеседі. Мысалы, мен өзімде жалпы всегда практик болғаннан кейін бірінші өзімнен өткізем, сосын сіздерге жіберем ғой оны. Менде қазір психологпен жұмыста андай повышение квалификация сияқты өтіп жатырмын да. И сол жерде менде ішімде андай недовольство болатын, всегда үлгермей жатырмын, потому что менде всегда Алла соны береке беріп қойған да. WhatsAppта 300 сообщение тұр, клиенттер тұр, Инстаграмда тұр, мына жақта үлгермей жатырмын деген сияқты. И соның ішінде асығып жүремін, мен үлгермеймін, анағанда жетуім керек, мынағанда жетуім керек деген сияқты. И мен фокусымды неге қоямын, и сол көбейе береді. И сонымен проработка жасап, жаңағыдай. И мен фокусымды қазір уже мен не жасадым? Мен бүгінгі күнде неге үлгердім? Яғни мен осыған фокусымды уже плюс жаққа ауыстырғаннан кейін, қазір менің өмірімде бұрынғыға қарағанда көп нәрсеге үлгере бастадым. Яғни сіздер де осылайша өздеріңіздің өмірлеріңізді солай саналы түрде өзгерте аласыздар. Маған не жетпей жатыр емес, ақша ана квартираға да керек, ақша продуктыға да керек, ақша баланың қыстық киіміне де керек деп, өзіңіздің жоқ нәрсеңізге жүгіре бермей, бүгін мен не үшін ризамын деп, өзіңіздің неге бар, сізде не бар қазір, соған сіз фокус қоятын болсаңыз, Аллах сіздің сондай шүкір ететін нәрселеріңізді арттырып қояды екен. Поэтому өз қолыңызда. Одан кейін әйелдік состояние ену, біз көбінесе ер адамның энергетикасына көшіп кетеміз, әйелдік состояние дегеніміз не? Ол өз-өзін қабылдау, сенімді болу, тыныш күйде болу, яғни ақша келсе екен, ақша маған қашан келеді, Құдай, жұмыс жасап жатырмын, давай тезірек түсші деп, сіздер асыққан сайын, ақша табуға тырысқан сайын емес, ақша сіздің сеніміңізге келеді. Мысалы, мен жеңіл табысқа лайықтымын. Менің энергиям ақша табу үшін тартымды. Мен молшылықтың энергиясында өмір сүремін. Ақша маған жан-жақтан ағылып келіп жатыр. Яғни сіз
аузыңыздан дұрыс сөз шығады, және де сол сөзге сенесіз. Но, может быть, сізге миыңызға ол сөз сенбей жатқан шығар. Сіз аузыңызбен айтып жатырсыз, бірақ сіздің жүрегіңізбен миыңыз ол сөзге сенбей жатқан шығар. Ендеше диктофонға аласыз дағыны бір 5 минут бойы ма, 10 минут бойы естігіңіз келетін, ауыстырғыңыз келетін сөздерді жазасыз дағыны, соны тыңдайсыз. Вот, күнделікті, тоже 21 күн, минимум 21 күн тыңдағандарыңыз дұрыс. Одан кейін үшінші жол ол денемен байланыс орнату. Яғни әйелдің энергиясы ол денеде орналасқан деп мен сіздерге шегелеп айтып келе жатырмын, иә. Біздің денеміз расслаблено болу керек, денемізде блок болмау керек, денеміз баяу қимылдау керек. Біз денемізді сезінуіміз керек деп айтып жатырмын, иә. Яғни егер де ол өз денесін естімесе, ақша да оны естімейді екен. Сіз мысалы қараңыз, сіз денеңізді естімейсіз, ол шаршап жатыр ма, ұйқысы келіп жатыр, демалғысы келіп жатыр, сіз денеңізді естімейсіз, сіз жұмыс жасайсыз, мен лишь бы ана қарызды жапсам болды деп, ақшаның құлы боласыз дағыны, азаннан кешке дейін жұмыс жасайсыз, и кешке өліп құлайсыз. Сосын жазып отырасыз, мен таңертең тұра алмай жатырмын деп. Яғни сіз денеңізге өзіңіздің природаңызға қарсы шығып жатырсыз, иә. Сіз когда денеңізді естімеген кезде, ақша да өкінішке орай сізді естімейді екен. Ол наоборот қашады екен. Сіз оған денеңізді естімей, өзіңіздің природаңызға қарсы шығып, артынан жүгірген сайын, міне, ақша сізден қашады екен. Яғни сіздер айтып жатасыздар ғой, ақша мен қуған сайын менен қашып бара жатыр деген сияқты, иә. Яғни жауабын тапқан шығарсыздар енді. Яғни сіз өзіңізге қарсы шығып, шаршап жұмыс жасаған сайын ақша сізден қашады екен. Енді бұл жерде қараңыздар, өз денелеріңізбен контакт орнату үшін не істейміз? Тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Ішімізге назар аударамыз, сенімдеріңізге. Денем не сезіп тұр деп, және де өзіміздің сезімдеріңізге көңіл бөлеміз. Бұл сезім туралы мен тоже қателеспесем бірінші эфирде бөліскен болатын. Яғни біздің ақылымыз былайша айтады, сезім былайша айтады. Екеуі екі түрлі жұмыс жасайды. Біз ақылмен емес, сезіммен өмір сүруіміз керек. Ол ақылдан сезімге қалай көшеміз, тоже бірінші эфирде айттым, иә. Кім көрген жоқ, сол эфирді көріңіздер. Сіздер уже ақылмен сезімді ажырата алатын боласыздар. Одан кейін төртіншісі бұл жаңа айттым, иә, ақша ол ер адам сияқты деп. Қалай ол? Ер адамдар, мысалы, мен сені қолдаймын, мен саған сенемін деген сияқты сөздерді жақсы көреді ғой. И ақша да сондай екен. Ақшаға біз жиі өзіміздің сенімділігімізді, осындай қолдауларымызды айтып тұрғанымыз дұрыс екен. Яғни, ақша, мен сені жақсы көремін, сен менің өміріме жеңіл келесің. Немесе жаңағыдай ақша, сен менің өміріме жан-жақтан келіп жатырсың деген сияқты. Яғни осындай қолдауларымызды біз оған беруіміз керек екен. Сен маған өміріме жеңіл келетінге мен сенемін деп. Яғни біз осындай сөздерімізбен оған қолдау білдіреді екенбіз. Ал егер де ренжіп жүретін болсақ, иә, ақша сен менен үнемі қашасың деп жүресің, үнемі сен маған жетпейсің, что-то екеуміз ұрысып қалған сияқтымыз депші. Ондай жағдайда не болады? Ондай жағдайда ақша сізден қашады. Потому что ақша тұрақсыздықты, сенімсіздікті, реніш болған жағдайда ақша болмайды дедім, иә. Яғни өздеріңіз енді осы жерден эфирдің соңынан қосылып жатқан кісілер бар екен, басынан бастап тыңдауға кеңес беремін. Енді түйіндейік, қорытындылайық. Жалпы ақша сіздің энергияңызды тыңдайды екен, және де таңдайды екен, сіздің энергияңызға келеді екен. Егер сіздің ішіңізде жарық, тыныштық күйінде сенімділік болатын болса, ақша сізден қашпайды, наоборот, ақша сізге келеді екен. Яғни ақша осындай адамдармен дос болады екен. Енді әйелдің басты миссиясы, қараңыздар, ұмытпайық. Біз қазір басты миссиямыз ақшамен, қарыз жабумен өзіміз шектеп тастағанбыз. И осылайша біз ішіміздегі отты өшіріп алғанбыз. Яғни өзіміздің натурамыздан ауысып кеттік. Ер адамның натурасына ауысып кеттік, иә. Әйелдің басты миссиясы ол ішкі состояниясында сақтау, сезіммен өмір сүру, жүрегінде тыныштық болу. Вот сол кезде өмірдің барлық саласы өз орнына келеді екен. Махаббат та, денсаулық та, ақша да, иманыңыз да, қарым-қатынасыңыз да барлығы. Мысалы, марафонға қатысқан қыздарда өмірлерінде ақшадан бөлек, мысалы, жолдастарынан сыйлықтар алып жатады, иә. Жолдасынан көлік алған бір емес, даже бірнеше қыз болды. Неге басқа кезде емес, неге именно марафонда берді? Марафонға қатысу барысында берді. Потому что ол қыздың состояниясы осы марафон барысында өзгерді. Он прям жазып, отзывта байқады.
мен марафонға қатысқалы ішімде осындай болды. Күйеуім оны байқады және де маған деген сенімділігі, махаббат артты. Осылайша өзінің сыйлығын беріп жатыр дегендей. Сосын мысалы кейбір кісілерде денсаулығымен, мысалы онкологияны жеңген менде бір емес бірнеше ханым бар. Онкология, ойлаңыздаршы, рак. Вот таңғы марафонда ол кісілер просто өмірге күресу үшін, яғни көп өмір қалған жоқ, бірақ сол өмірімді мен өзіме арнағым келеді деп. Яғни қазір таңғы марафонға өзін таңдаған жандар келеді. Ал өзіне уақыт жаңағыдай бөле алмайтын ханымдар, олар ақшаның соңында жүр. И вот онкологиямен ауырған кісілер, ол кісілерде уже өмір сүретін сүрді, жаңағыдай қиын состояниеда болғаннан кейін, все, мен уже өз-өзіме көңіл бөлуім керек. Мен дәл қазір өзімнен артық еш нәрсе жоқ деп, и марафонға келді, шүкір. Просто тапсырманы орындай берді. Қақаған қыста, январь, былтыр мен қай кезде өткіздім? Февральда, кажется. Февральда таңғы сағат 6-да қақаған қыс, боран болып жатыр. Сол кезде ол кісі ходьбасын жасайтын. Сыртта жаттығуларын жасайтын. Шүкір, анализдер бәрі керемет болып шықты. Тағы да аттарын айта алмай қойын. Ол кісіде емделмеген жері жоқ. Бірақ осы марафонға қатысып, фокусын ауруынан өзіне қойып, өзімен заниматься еткеннен кейін, ана диагноз өзімен өзі жоқ болып кетті. Яғни қараңыздар, оны мен неге айтқым келіп жатыр? Бұл Алланың беріп отырған нығметі, былайша айтқан кезде. Яғни біз Аллахқа жақындаған сайын, Аллахтың да сізге беретіні таусылмайды екен. Яғни бар ғой, Аллахым, мен түсіндім, мен саған басымды иген сайын, сен менің басымды ешкімге идірмейді екенсің дейді. Сол үшін де, құрметті ханымдар, өздеріңіздің имандарыңызды күшейту жолында, Аллахқа жақындау жолында ешқашанда жалықпаңыздар, шаршамаңыздар, тек қана алдыға қарай жүгіре беріңіздер. Яғни сіздер осындай, бұл марафон барысында сіздердің жүректеріңіз тынышталды, жүрек көздеріңіз ашылды, өздеріңізге деген махаббаттарыңыз артты, тыныш күйге өттіңіздер. Вот, соның эффектісі уже сіздердің өмірлеріңіздің басқа да сфераларынан көрінеді. Алла қаласа, марафоннан кейін уже жайлап эффекттер шығады. Вот, сондай құрметті ханымдар, эфиріміз осымен аяқталды. Мен сіздерге дайындаған ақпараттарының барлығымен бөлістім. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, так как бұл соңғы эфир, сұрақтарыңызға жауап бергім келеді. Одан кейін қазір Турцияға жолдаманың иелерін анықтайтын боламыз. Бізде 2 жолдама қалды соңғы. Вот сол жолдамалардың иелерін анықтайық. Қазір мен списогымды дайындайын, сайтым дайын. Сұрақ бар ма ханымдар? Бүгін қорытынды отчет жазамыз. Қазір сұрақтарын жіберетін боламын. Қорытындылаймыз. 21 күнде кім не өзгерді ішінде? Себебі біз өз-өзімізге фиксировать етіп, отчет беріп отырмасақ, өкінішке орай, біз өзімізде болып жатқан өзгерістерді көрмейміз тупо.